Сәлеметсіздер ме оқырмандар, сіздерге бүгін түскі немесе кешкі асыңызды ерекшелеп ұсынатын ыстық тағаммен бөліскім келіп отыр. Дәмі өте дәмді болып шығады, жасалу жолы да көп уақытыңызды алмайды. Ең алдымен өзіңіздің ұнатқан фаршыңызды алып, менде сиыр етінен жасалған фарш және орташа пияз керек болады. Пиязды біз блендерден немесе ет тартқыш арқылы ұсақтап алуымыз керек. Егер болмаған жағдайда ұсақ етіп тураймыз. Міне осылай ұсақтап алдық. Енді таза ыдысымызға фарш және жаңағы пиязды саламыз. Оған енді дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін қара бұрыш, одан соң паприка салып, қолмен жақсылап тұрып, мыжғылап, соғып араластырамыз. Бұл дегеніміз фарштың арасы бір-біріне жабысу керек, сонда пісіріп жатқанымызда ажырап, шашылып кетпейді. Осының толық рецептісін описаниеда қалдырып кеттім, сол жерден қарап алуыңызға болады. Міне осылай видеодағыдай бірнеше рет фаршты жинап алып, лақтырып отырамыз. Енді кезекте, егер үйіңізде таразы болған жағдайда фаршты 130-135 грамм шамасында бөліп аламыз. Әрине ол маңызды емес, көз мөлшермен де бөле берсеңіз болады. Достар, егер де тіркелмесеңіз, төмендегі подписаться батырмасын басып қойға ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, төмендегі комментарий бөлімінде жылы лебіздеріңізді, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіз болады. Сіздердің әр пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Міне менде 5 дөңгелек шықты. Енді столымызға ас пленкасын төсеп, оның үстіне бір дөңгелек фаршты қоямыз, үстіне тағы да ас пленкасымен жабамыз. Ас пленкасы болмаса, салафанның ортасына да жасауға болады. Енді әуелі қолымызбен фаршты баса отыра жұқа қылып жаямыз. Кімге қалай, мысалы оқтаудың да көмегімен болады, маған қолмен жайған ыңғайлы, сол үшін мен оқтауды қажет етпедім. Міне барлығын жайып алдық, таразымен өлшегенде осындай барлығы бірдей болып шығады. Тағы бір айта кететіні, бұл тағамды осылай мұздатқышта қатырып қойсаңыз болады, кейін кез келген уақытыңызды алмай тез пісіріп аласыз. Одан кейін үлкенірек тарелка алып, оған бір жұмыртқаны жарып араластырамыз. Сонда бізде әр дөңгелекке бір жұмыртқадан кетеді. Одан кейін біреуін алып, бір жақ пленкасынан шешеміз, және бұл жерде аударған кезде тез аударуымыз керек, сонда бөлінбей біркелкі жатады. Келесі кезекте табаны отқа қойып, кез келген олив немесе сұйық майды құямыз. Май қызғаннан кейін осылай видеодағыдай тарелканың бір жағын сәл қисайтып, фаршты ұстай отыра тез түсіріп аламыз. Асты қуырылғанда екінші жағын аударып қуырамыз. Барлығын дәл солай кезек-кезек пісіріп аламыз. Одан кейін ортасына осылай сыр салып, қысыңқырап ораймыз. Барлық ораған бризольдарымызды духовканың формасына салып, алдын ала қызып тұрған пешке 220 градуста 5 минут пісіріп аламыз. Дайын болған бризольдің жанына гарниріне күріш пісіріп, және қасына осындай салат ұсынсаңыз болады. Әсемдікке бризольдің үстіне сырный соус және тарелканың бір бұрышына бальзам соусын құйсаңыз әдемі көрінеді. Асыңыз дәмді болсын, назарларыңызға көп рахмет.